Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге баклажаннан қысқа арналған өте дәмді болып шығатын салаттың рецебін көрсеткім келеді. Арнама қош келдіңіздер. Бұл салаттың рецебіне мен барлығын турап дайындап алдым. Бізге баклажан, болгар бұрышы, пияз, қызанақ, өсімдік майы, сірке қышқылы, татымына қарай тұз, тағы да дәмдеуіш қоссаңыздар да болады. Баклажанды алдын ала жуып тазалап, осындай бөліктерге бөліп, тұздап аламыз. Болгар бұрышында төрт-бұрыштап турап дайындап аламыз. Пиязды да осылай турап аламыз. Және қызанақты 4 бөлікке бөліп алсаңыздар болады. Себебі салатымызда езіліп кетуі мүмкін. Енді даладағы қазанымызға өсімдік майын құйып, пиязымызды қуырып аламыз. Үстіне қызанақты аз-аздан сала отырып, бірге қуырамыз. Ендігі кезекте болгар бұрышын осылай саламыз да бірге қуырып аламыз. Қуырылып болған жаңағы болгар бұрышын қуырып алғаннан кейін үстіне баклажанымызды саламыз. Салатымыз жақсылап қуырылып болғаннан кейін татымына қарай тұзбен 70% сірке қышқылын 7-8 тамшыдай қосасыздар. Негізі баклажанды өздеріңіз дәміне қарай көресіздер. Егер пісіп қалған жағдайда жаңағы сірке қышқылын қосып, жақсылап араластырып аламыз да 5-10 минуттай тағы да пісіріп аламыз. Менде мұнда оттың асты қатты, газға да солай пісіріп көрсеңіздер болады. Қыста өте керемет болып шығатын дәмді баклажаннан салатты рецебін сіздерге ұсынамын. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын.